Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге Қытай елінің ерекше дәмді тағамының құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің YouTube каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші таза ыдысқа 2 дана жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қант салып, венчикпен жақсылап бір келкі консистенция болғанға дейін араластырамыз. Содан кейін 200 мг сүт құямыз. 20 грамм сұйық май құйып, тағда барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі ситу арқылы ұнды саламыз. Бір келкі консистенция болғанға дейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Консистенция осындай бір келкі, ешқандай түйіршіксіз болу керек. Келесі консистенцияға осындай красительдің 2 немесе 3 тамшысын қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Бізде осындай розовый консистенция шығу керек. Келесі ысып тұрған табаға май жағып майлап аламыз, және де қатты отта пісірмейміз, жай отта пісіру керек. Және де осындай ожаумен бір ожау құйып, как блины пісіргендей пісіреміз. Достар, бұл блиныдың ерекшелігі өзінің түсін өзгертпейді, және астыңғы жағы піскен кезде сары болмайды, розовый болып тұрады. Тек қамыры бір келкі пісіп тұрады. Оны қазір қайдан білеміз? Блины піскенін үстіңгі жағын қазір қолмен ұстап көреміз. Қолмен ұстаған кезде жабыспау керек. Ол кезде уже дайын болды дегенді білдіреді. Міне достар, қазір мен піскен блиныды осылай кондитерлік лопаткамның көмегімен аламын. Блины жабыспасы үшін табаны көбірек майлап жіберу керек. Дайын болған блиныды бір тарелкаға осылай бір-біріне үстіне қойып отырамыз. Бұл жабыспайды. Келесі блиныға салатын кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге тап-таза ыдысымызға салқын 33% сливкиді құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Сливки ақырындап көпіріп бастаған кезде бір шай қасық ванильный сахар саламыз. Содан кейін 3 ас қасық сахарный пудра салып, тағда жақсылап миксерлейміз. Сливки қоюлана бастаған кезде творожный сырды саламыз да, қою крем болғанға дейін миксерлейміз. Не достар, біздің креміміз дайын болып қалды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай консистенциясы қою, әрі өз формасын жақсы ұстауы керек. Келесі блиныды осылай бір ыдысқа салып аламыз да, оның ішіне 2 ас қасық кремді осылай 4 бұрыштап саламыз. Және де оның үстіне осындай мен малина саламын. Сіздер өз қалауларыңызша білесіздер, өздеріңіз клубника салуға болады, ежевика салуға болады. Мен осылай малина салдым. Енді блиныды осылай видеодағыдай 4 бұрыштап орайтын боламыз. Осы рецептпен 4-5 блины шығу керек. Әрбір блиныды осылай 4 бұрыштап ораймыз. Міне достар, менің блиныларым дайын болды. 4 бұрыштап қоюға болады, немесе осылай ортасынан
бөліп қойсаңыздар да болады. Достар, қараңыздар, ішіндегі кремі мен сыртқы осы блиныйдың бір-біріне үйлесімділігі өте керемет болды. Дәмі де керемет болып шықты. Келесі блиныйға декор жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай малиналарды жан-жағына қойып шығу керек, және де оның үстіне малинадан жасалған сироп немесе вареньяны осылай құйып шығамыз. Міне достар, біздің блиныйларымыз толығымен дайын болды.